Саванна үстінен күн көтеріледі. Аңдар мен құстар жаңа күннің басталғанын қуана қарсы алып, бабалар тасына қарай бағыт алады. Себебі саванна патшасы Муфаса есімді арыстанның шаңырағында мұрагер дүниеге келді. Барлығының оны жақынырақ көргісі келеді. Баршаға танымал шаман, әрі патшаның жақын досы, Рафики де осында. Патшаның қасында оның жары Сараби мен оның кішкентай ұлы Симба жатыр. Рафики бағыштау рәсімін жасап, сәбиді қолына алып, саванна тұрғындарына көрсетеді. Барлық аңдар Муфасаның мұрагерін қуана қарсы алып, болашақ патшаларының алдында бас иеді. Кішкентай тышқан тамақ іздеп тастар мен құздардың арасымен жүгіріп жүр. Ол үлкен, қараңғы үңгірдің ішіне кіріп, содан бидай басын тауып алады. Осы сәтте оны Шрам есімді арыстан ұстап алады. Ол Муфаса патшаның інісі. Үңгірге жергілікті хатшы, өте көп сөйлейтін Зазу құсы ұшып кіреді. Оның кесірінен Шрам өз олжасын босатып алады. Зазу арыстанға мұнда Муфасаның келе жатқанын, және оның өте көңілсіз екенін айтады. Ашуланған Шрам миғұла құсты жеп қоймақшы болады, бірақ оны саванна патшасы Муфаса тоқтатады. Патша інісінен Симбаның туған күніне арналған салтанатты рәсімге неге келмегенін сұрайды. Шрам бұл туралы мүлдем ұмытып кеткенін айтып, Муфасаға бұрылады. Бауырлар арасында төбелес басталып кете жаздайды. Шрам Муфасаның өзінен әлдеқайда күшті екенін түсініп кейін шегінеді. Кеш батты. Рафики ойлы күйде жарқырау қоңыздарға қарап, қабырғаға Симбаның суретін салады. Содан кейін ол қуанышты түрде қолдарын жоғары көтереді. Арада біраз уақыт өтеді. Кішкентай Симба әкесін оятады. Олар таңғы уақытта өз иеліктерін аралап шығуы керек еді. Муфаса ұлымен бірге бабалар тасына көтеріліп, арыстандар патшалығына көз тастайды. Кішкентай Симбаны қап-қараңғы тастардың арғы жағында не бары қызықтырады. Бірақ патша ұлына ол жаққа баруға тыйым салады. Муфаса мен Симба саваннада серуендеп жүр. Әкесі ұлына барлық жануарларды құрметтеу өте маңызды екенін түсіндіреді. Олардың бәрі де ұлы өмір дөңгелегімен тығыз байланысты. Арыстандарға Зазу ұшып келіп, жергілікті жаңалықтарды айтады. Симба Зазуға аңшылық жасап көргісі келеді. Ал әкесі оған бұны қалай дұрыс жасау керектігін үйретеді. Өз жерлерінде гиеналардың пайда болғанын білген Муфаса Симбаны үйге, басқа арыстан балалармен ойнауға жібереді. Бірақ Симбаны тастардағы үлкен қоңыз көбірек қызықтырады. Ол оны ұстап алғысы келіп, байқаусызда өзінің немере ағасы Шрамның үңгіріне түсіп кетеді. Қу арыстан інісіне қараңғы тастардың арғы жағында аңыздар айтылатын нағыз білдердің сүйектері орналасқанын айтады. Симба өзінің құрбысы Налаға сонда баруды ұсынады. Зазу кішкентайларды бақылауға міндетті болғандықтан, олардың қасында ұшып жүреді. Бұл көп сөзді құс, олар өскенде міндетті түрде үйленеді деп сенеді. Кішкентай арыстандар бұған күліп сенбейді. Олар саваннаның басқа тұрғындарының артына жасырынып, өздерінің мазасыз қараушыдан қашуға тырысады. Бірақ Зазу оларды үнемі тауып алады. Дегенмен бұл қырсық арыстандар бәрібір қашып кетіп, қараңғы тастардың артына өтеді. Көрінісі өте қорқынышты, сүйектерге толы сүсті пілдер қорымы дәл осы жерде екен. Құздарда гиеналар пайда болады. Олар өте көп әрі өте агрессивті. Оларды гиеналардың ішіндегі ең үлкені әрі күштісі Шензи басқарады. Зазу ұшып келіп, кішкентай арыстандар қашып үлгерсін деп, гиеналардың назарын өзіне аударады. Симба мен Нала бар пәрменімен қашады. Бірақ гиеналар оларды қуып жетіп, қоршауға алады. Құтылуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Симба гиеналарға қарап ақырады, бірақ олар бұған тек күледі. Кенеттен ақырған Симба емес, оның әкесі Муфаса екені белгілі болады. Ол ұлын құтқаруға келген еді. Муфаса гиеналарды қуып шығып, Шензиге сес көрсетеді, балаларды алып кетеді. Симбамен оңаша қалған патша оны тыйым салынған жерге барған үшін ұрсады. Кішкентай арыстан өзінің де әкесі сияқты батыл болғысы келетінін айтып ақталады. Муфаса ұлын өте қатты жақсы көретіндіктен, оның өмірі үшін қатты қорыққанын айтады. Патша Симбаға түнде аспандағы жұлдыздардан, оларды бақылап отыратын өткен заманның ұлы патшалары туралы айтып береді. Бұл кезде Шрам пілдер қорымына келіп, гиеналарды кішкентай арыстан балаларына шамалары жетпеген үшін ұрсады. Олар Муфаса мен Симбадан бір жола құтылу үшін күштерін біріктіріп, жоспар құруға келіседі. Егер бұл жоспар іске асса, Шрам саваннаның патшасы атанып, гиеналарға өмір сүруге ең жақсы жерлерді сыйға тартпақ. Жаңа күн туады. Симба Шрам ағасынан өзіне қатты ақыруды үйретуін сұрайды. Қу арыстан жиенін сайға алып келіп, осы жерде жаттығу жасауға кеңес береді. Өзі болса, құздарда жасырынып тұрған гиеналарға белгі беріп кетеді. Симба өзінің ақырағаны саваннаның ең кішкентай тұрғындарында қорқыта алмай жатқанын көреді. Кенеттен құздардың арғы жағынан шу шығады. Бұл сай арқылы шауып келе жатқан антилопалар тобы еді. Олардың таптап кетпеу үшін Симба бірден қаша жөнеледі.
Оның үстіне бұл антилопаларға гиеналар шабуыл жасаған болып шығады. Шрам Муфасаға қарай жүгіріп барып, сайдағы антилопалар Симбаны таптап кете жаздағанын айтады. Патша да бірден ұлын құтқаруға ұмтылады. Симба қураған ағаштың бұтағына ілініп әрең тұрады. Оған Зазу ұшып келеді. Бұтақ сынып кете жаздағанда Муфаса сайға секіреді. Ол Симбаны жартастың жанына лақтырып үлгереді. Бірақ өзі төменге құлап, оны антилопалар таптай бастайды. Жараланған Муфаса жартасқа өрмелеп шығуға тырысады. Бірақ жоғарыда оны сатқын Шрам күтіп тұрады. Муфаса інісінен көмек сұрайды. Бірақ ол патша өлді, жасасын жаңа патша деген сөздермен Муфасаны тұяқтардың астына жардан төмен лақтырып жібереді. Топ өтіп кеткеннен кейін Симба сайға түсіп, әкесінің денесін табады. Кішкентай арыстан оның қаза тапқанын түсініп, ашы өкінішпен жылайды. Осы кезде Шрам пайда болып, Симбаға әкесінің өліміне өзі кінәлі екенін айтып сендіреді. Сатқын арыстан кішкентай балаға Прайд жерінен кетіп, мұнда ешқашан қайтып оралмауды бұйырады. Мұнымен қоса, Шрам гиеналарға Симбаны қуып жетіп көзін жоюды тапсырады. Дегенмен кішкентай кейіпкерімізге олардан қашып құтылудың сәті түседі. Ал Шрам бүкіл Прайдқа Муфаса мен Симбаның қаза тапқанын хабарлап, саваннаның жаңа патшасы атанады. Шрам гиеналардың өзінің көмекшілері болатынын айтады. Бұны естіген Рафики мен Зазу өте қатты қайғырады. Қайтадан Симбаға оралайық. Кішкентай кейіпкеріміз шөл дала арқылы әрең жүріп келе жатып, ыстық күннің астында әл дәрменсіз құлайды. Көп ұзамай оның төбесінен өлексежегіш құстар айнала бастайды. Бірақ оларды екі дос, Сурикат Тимон мен Қабан Пумба қуып жібереді. Біраз ойланғаннан кейін, олар Симбаны өздерімен бірге алып кетеді. Жолда олар жаңа достарына Хакуна Матата деген өмірлік қағиданы үйретеді. Бұл ешқандай қамсыз, алаңсыз өмір сүру дегенді білдіреді. Тимон мен Пумба кішкентай арыстанды шырайлы оазиске алып келіп, оған жәндіктермен тамақтануға кеңес береді. Бұл өте дәмді болып көрінбегенімен, оған басқа жануарларды жеуге тыйым салынғандықтан басқа таңдауы да жоқ еді. Арада уақыт өтіп, Симба үлкен арыстан болып өседі. Ол достарымен уақытты өте көңілді өткізеді, және өткен өмірін еске алмауға тырысады. Хакуна Матата қағидасы оған жаман нәрселерді ойламауға көмектеседі. Ал Прайд жерінде болса, ашаршылық пен күйреу басталады. Нала көмек іздеп шыққысы келеді, бірақ оған бұлай етуге тыйым салынады. Бас гиена Сарабидің Шрамға келуін талап етеді. Сатқын арыстан Сарабиді өзінің ханшайымы қылғысы келеді, бірақ ол бас тартады. Ашуланған Шрам осы күннен бастап арыстандар гиеналардан қалған қалдықты ғана жейтінін айтады. Ал тойымсыз гиеналардан кейін ештеңеде қалмайтыны белгілі еді. Содан соң Нала Прайдтан қашуға бел буады. Зазу Шрамның басын айналдырып тұрғанда, жас арыстанға білдіртпей қашып кетудің сәті түседі. Бұл кезеңде Симба көбелектердің артынан жүгіріп, жергілікті тұрғындардың үрейін ұшырып жүреді. Тимон мен Пумба досына өмірде ешқандай мән жоқ екенін, одан тек ләззат алып өмір сүру керектігін айтады. Кешке біздің кейіпкерлер жұлдыздарға қарайды. Тимон оларды аспанға жабысып қалған жарқырауық қоңыздар деп есептейді. Ал Пумба болса жұлдыздарды ыстық газ шарлары деп ойлайды. Симба оларға екеуінің де сөзі қате екенін, жұлдыздар өткен заманның ұлы патшалары екенін айтады. Тимон мен Пумба оны мазақтап күледі. Бұған өкпелеген Симба олардан алыстап кетеді. Симба аздап түлейде, оның жалының бір шоғын жел ұшырып әкетеді. Күндіз арыстанның жалының шоғын кішкентай құс тауып алып, өзінің ұясына тасиды. Содан кейін ол төменге құлап, оны керік жеп қояды. Табиғи жолмен сыртқа шыққан бұл жал шоғы көң қоңызына түседі. Қатты соққан жел оны Прайд жеріне қарай ұшырып әкетеді. Сонда оны ақылды шаман Рафики тауып алады. Ол Симбаның тірі екенін бірден түсініп, жас патшаны іздеуге аттанады. Бұл кезде Тимон мен Пумба джунглиде серуендеп, өздерінің сүйікті әнін айтып жүреді. Көп ұзамай оларға басқа жануарлар да қосылады. Бұталардың арасынан Нала атып шығып, Пумбаны ұстап алғысы келеді. Сондықтан бұл қуаныш ұзаққа созылмайды. Қабан бар пәрменімен қашады, бірақ арыстан одан жылдам еді. Кенеттен Налаға Симба секіріп, жолдасын құтқарып қалады. Симба Наламен ашуланып төбелеседі, бірақ Нала оны жерге құлатып түсіргенде, екеуі бір-бірін танып, төбелес сонымен тоқтайды. Симба оны өзінің достарымен таныстырады. Симба мен Наланың арасында тез арада романтикалық қарым-қатынас басталады. Мұны көрген Тимон мен Пумба Симбаны қатты қызғанады. Жас қыз арыстанға бұл көркем жер өте ұнағанымен, ол өз прайдына қайтуы керек еді. Нала Симбаға олардың жерінде қандай қайғылы жағдай болып жатқанын айтады. Бірақ саваннаның болашақ патшасы үйіне қайтқысы келмейді. Себебі ол әлі де әкесінің өліміне өзін кінәлайды. Бұған көңілі қалған Нала Симбаны қалдырып кетеді. Осы кеште кейіпкеріміз Рафикиді кездестіреді. Ақылды шаман Симбаны Муфасаға апаратынын айтып, олар жақын маңдағы көлге барады.
Басында жас арыстан суда тек өзінің бейнесін көреді. Бірақ көп ұзамай онда Муфасаның бейнесі пайда болады. Себебі ол Симбаның жүрегінде өмір сүріп жатқан еді. Әкесінің рухы ұлына өзінің өмірлік миссиясын есіне түсіреді. Осыдан кейін жас арыстан өз тағдырын қабылдап, Прайд патшасы болуға келіседі. Симба достарын қалдырып, үйіне қарай жүгіреді. Ол Наланы қуып жетіп, сапарды екеулеп жалғастырады. Көп ұзамай оларға Тимон мен Пумба, сондай-ақ бұрынғыша көп сөйлейтін Зазу да қосылады. Басты мәселе, арыстандар жерінің кіреберісін гиеналар қорып тұр еді. Тимон мен Пумба өздерін жем ретінде пайдаланып, жауыз жыртқыштарды басқа жаққа бұрып әкетеді. Осы сәтті пайдаланған арыстандар бабалар тасына көтеріледі. Шрам кезекті рет Сарабиге өзінің ханшайымы болуды ұсынады. Бірақ ол қайтадан бас тартады. Ашуланған сатқын арыстан оған тап береді. Дәл осы сәтте Симба пайда болып, ағасына ақырады. Ол анасына тиісуге жол бермейді. Біздің кейіпкер тақ өзіне тиесілі екенін айтады. Сонда Шрам Муфасаның қазасына дәл осы Симба кінәлі екенін бәрінің есіне түсіреді. Бірақ арыстандардың ешқайсысы бұған сене алмайды. Шрам Симбаны бабалар тасының шетіне қарай ығыстырады. Біздің кейіпкер төменге құлап бара жатып, құздың шетіне ілініп үлгереді. Шрам жиеніне мазақтай қарап, оның әкесінің де соңғы минуттарда дәл осылай көрінгенін айтады. Осы сәтте Симба бала кезінде көрген бұл көріністі есіне түсіреді. Иә, дәл осы Шрам оның әкесінің өмірін қиған еді. Сатқын арыстан Симбаны төменге лақтырып жібергісі келеді. Бірақ біздің кейіпкер ағасын тістеп алып, қайтадан құзға өрмелеп шығады. Симба Шрамнан жасаған қылмысын мойындауын талап етеді. Бірақ жауыз арыстан бұны істегісі келмейді. Ол жиеніне гиеналарын жібереді. Нала заңды патшаны қорғауға бұйрық береді. Арыстандар мен гиеналар арасында аяусыз шайқас басталады. Бұл айқасқа Тимон, Пумба және Зазу да қатысады. Әсіресе Пумба аса қатты ашумен соғысады. Жабайы қабандардан қорқу керек. Нала Шензимен айқасқа түседі. Ол енді баяғы кішкентай арыстан емес еді. Гиеналар оңбай жеңіліске ұшырайды. Симба Шрамды тауып алып, жасаған жауыздықтарынан кейін оның өмір сүруге лайықты емес екенін айтады. Сатқын арыстан бұның бәрін гиеналар ұйымдастырды деп өтірік айтады. Симба оған сенбейді, бірақ бәрібір мәрттік танытып, ағасынан Прайд жеріне мәңгіге кетуді талап етеді. Бірақ Симба оған арқасын бұрған сәтте, Шрам кенеттен оның көзіне жанып тұрған шоқты шашып жібереді. Арыстандар жойқын айқасқа түседі. Шайқас барысында Симба сатқын ағасын құздан төмен лақтырып жібереді. Жараланған Шрамды гиеналар қоршап алады. Олар құздағы сөздерді естіген еді, сондықтан оны сатқын деп атап тап береді. Барлық жануарлар Симбаны жаңа патша ретінде мойындайды. Жас патша бабалар тасының төбесіне көтеріліп, айбатпен ақырады. Арада біраз уақыт өтеді. Прайдтегі өмір ретке келіп, жануарлар қайтадан бейбітшілікте өмір сүре бастайды. Симба мен Наланың алғашқы перзенті дүниеге келеді. Саваннаның барлық тұрғындары оны көруге келеді. Өмір дөңгелегі қайтадан өз орнына түсті.